Артында осылай әкке жақсылап жуып тазалап аламыз. Иіс-пиісінің бәрі жоқ болып кетеді. Жылдам әрі тез болады. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий, подписка жасап отырыңыздар. Достарыңызға тарқатып отырыңыздар. Koyamız. Kıslat. Kometinde yeter. Bundan saldık. Yaktağı burki bağlattılar. Bu birlikte salacak fark. Tuz sevgilerimiz demi bol olsun. Bismillah, kazanımızı aşağıya. Bunu çıkandı, kaynat oldu. Şimdi oslarda süzüp alamaz. Yanına sopa kireyimiz gibi bunu turtasayız. Nana bir şay alamızda. Sütüp müşrapıdan öpüzün bulamaz. Çıkanlarından süzüp aldık. Şimdi bularda bir şay alamız. Müday suğa. Sodan keyin 2 tatlıkıştan ötküzüp şanağı maydalab alamız da piyazdı. Bärin kosup daşqa mantı isteyip bulamaz. Nasıl olsun bizge? Şamamen su, tuz, un, kішкене пістемақ өйгереміз. Қамырымыз жақсы жол үшін, жұмсақ әдем болу үшін. Жақсылап илеп, қамырымызды
жұмсақтау етіп илейміз. Қамырымызды илеп болдық, бетін жауып қоямыз. Массировкадан жаңағы шек қарының барлығын өткіземіз. Пиязымызды төрт бұрышты етіп тураймыз. Пияздан кейін картошкамызды оны да төрт бұрышты етіп турап аламыз. Енді картошка, пияздарды шамамен қоса бересіздер. 2 картошка, 2 пияз, 1 сәбіз деген секілді. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Жақсылап араластырамыз оны. Кішкене пістемай құйып жібереміз. Жақсы болу үшін. Мантымыз жақсы шығу үшін. Егізола қамырымызды илеп, жайып, мантымызға дұрыстаймыз. Дұрыстап, жақсылап жаямыз. Орташалау етіп. Слишком жұқа емес, слишком қалың емес. Орташа. Мантының бетіне май жағып жібереміз, жұмсақ әдемі болу үшін. Астына да, бетіне де мантыны майлап шығамыз. Сосын барып оны қараңызшы қандай әдемі болып шықты. Енді 45 минутқа орташа отта қойып қоямыз. Мінекей, мантымыз пісті. Қандай тамаша, қараңызшы. Жегің келіп кетеді, я. Қараңыз, қандай дәмді болған, қандай көрініп тұр ғой, түрінен дәмді болып шыққандығы. Сочная, прям күшті болып шыққан манты.
Манты дайын болып шықты, дәмді болып тұр, көрініп тұр түрінен ақ. Енді оған Ташкент шайын ішеміз. Мантымен бірге. Лимон қажет, қара шай қажет, көк шай, мята, жалбыз, науат қажет. Солардың барлығын қосып Ташкент шайымен бірге манты жейміз. Астарыңыз дәмді болсын, осылай жасап көріңіздер. Есіқалда өсіп тұрған жалбызды қосамыз, науатты қосып керемет шай болады.